Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. English Plus 5-ші сыныптың People's Book'тың 54-55 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Балалар, бұл жаңа модуль, 5-ші модуль. Модульдің тақырыбы values, мәндер. Яғни бұл сабақта сендер нені үйренесіңдер? Ерекше күндер мен мерекелер туралы айтып үйренесіңдер. Мерекелер туралы мәтінді түсінесіңдер. Сұхбатты түсінесіңдер. Жылдың әр мезгілінде қандай іс-әрекеттер туралы айтылады, соны үйренесіңдер. Және де ерекше жағдайлар туралы не жасайды, соны да үйренетін боласыңдар. Және де ерекше нәрселер, ұсыныстар туралы үйренетін боласыңдар. Қандай жаңа сөздерді үйренесіңдер. Мерекелер, айлар мен маусымдар және дүкендер туралы. Қандай грамматикалық тапсырмалар болады? Present simple, осы шақ. Present simple болымды, болымсыз және because, себебі, өйткен деген грамматикалық тапсырмаларды үйренетін боласыңдар. Сабақтан тақырыбы vocabulary, verbs, celebrations and special days дейді. Етістік, verbs деген етістіктер, мерекелер мен ерекше күндер. I can talk about special days and celebrations. Мен ерекше күндер мен мерекелер туралы айта аламын. Сабақтың мақсаты. Exercise 1. Look at the celebrations quiz. Complete 1 and 6 with 6 of the words in yellow from the quiz дейді. Неге мерекелі квизге қара дейді. Викторинаға қараймыз. Сөйтеміздағы сол жердегі сары түспен бейнеленген сөздерді осы бос орындарға қойып шығамыз. Ол осы беттегі квиз Викторинадағы мынау сарымен берілген етістіктер. Енді қараңдар. Exercise 1. A waltz. Не істеп тұр суретте? Билеп тұр. Демек бізге dance етістігі керек. Dance a waltz. 2. A football boots дейді. Football boots деген футбол бутсылары. Оны не істейміз? Киеміз. Wear. Song. Ән айтамыз. Sing a song. 4. A street. Decorate a street. Көшені безендіріп қойған. Decorate. Burgers. Бургердер дайындап жатыр. Демек бізде cook дайындау. A wedding. Celebrate a wedding. Үйлену тойын құттықтау. Бірінші. Dance, wear, sing, decorate, cook and celebrate. Exercise 2. Work in pairs. Жұптық тапсырма. Do the celebrations quiz, then listen and check your answers дейді. Екінші тапсырмам, осы беттегі тапсырманы орындайтын боламыз. Яғни Викторинаға жауап беруіміз қажет екен. During Eid, some people don't eat or drink дейді. Eid уақытында біраз адамдар ішпейді, немесе жемейді. In the day, in the night дейді. Күндіз Eid уақытында ішіп жемейді екен. In the day дейді. In Mexico, they make these sweets for дейді. Мексикада олар осыны жасайды. The day of the dead. This is didgeridoo. They play this instrument in Australia. Бұлар didgeridoo деген ел екен. Олар осы инструментте Австралияда ойнайды екен. When you have a party for your birthday in Britain and the USA, people sing happy birthday. Сенің туған күнің болған жағдайда, Британияда және де ақшта осы өлеңді айтады. Happy birthday. In the USA, there is a special day called Thanksgiving when people cook turkey. ақш елдерінде дейді Thanksgiving, рахмет айту күнінде адамдар осы тамақты жасайды. Turkey.
For the New Year, people decorate streets and houses with red in China. Жаңа жыл мерекесінде Қытай елі өздерінің үйлерін, көшелерін қызыл түспен безендіреді екен. At Carnival in South America, people dance the samba the waltz. Олар карнавалда оңтүстік Америка елі the waltz биін билейді екен. In India, there is a festival called Holi when people celebrate color. Индияда осы Холи мерекесінде түстерменен билеп бір-біріне жағып мерекені тойлайды екен. At Christmas in many countries people get presents. In Britain and the USA people open their present on 24th December, 25th December дейді. Крисмас мерекесінде дейді, адамдар бір-біріне сыйлықтар береді дейді. Британия және ақш елдерінде адамдар өздерінің сыйлықтарын 24-не ашады ма, әлде 25-не ашады ма? Демек, Америка және Британия елдерінде 25 желтоқсан күні өздерінің сыйлықтарын ашады екен. Exercise 3. Choose the correct combinations of verbs and nouns дейді. Етістік пен зат есімнің дұрыс тіркесін табамыз. Мысалы, you buy clothes, not football дейді. Сен киім сатып алдың, футбол добын емес дейді. Дәл осылай біз сөйлем жасауымыз қажет.